Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir ve la tuassir ve temmim bil hayr. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Hurmetli көрермендер, hurmetli şagirdler. Bugünkü dersimizde nun harfini ötemiz. Nun harfi bu atauı. Yani fatha, kasra, damma men aytılgan кезде na, ni, nu. Endi жазылуында da var, başında, ortasında және soңында. Осыған да biz zeyin koyup qarab oturayıq. Mine endi alifben qosib o'qiymiz. An, in, zin, man, min, nam. Qaytadan bir o'qib chiqamiz. An, in, zin, man, min, және nam. Ары қарай жалғастырамыз. Anta, anta, nimta, nimta, antum, antum, nimtum, nimtum, naziru, naziru, nazinu. Ары қарай. Amarna, amarna, umirna, mararna, murirna, amrarna, amrarna. Qaytadan başından bir qaytalab ötemiz. Bugungi ötüp atқан саба harfimiz nun harfi, yani nun atauı және basında, ortasında, soңында жазылу бейнелері. Соны да қазір ескеріп, қайталап отқанда түсіндіріп кетемін сіздерге. An, in, zin, man, min, nam. Қарасаңыздар, мынау соңында келіп тұр нундар. Одан кейін соңында келгеннен кейін үлкен болып өзінің нун бейнесінде түсіп жатыр. Келесі анта, нимта. Бұның бәрі міне басында келіп жатыр. Яғни алиф пен нун бірге қосылып жазылмағандығы міне басында әріп болып, басында жазылуы сияқты анта болып жазылып жатыр. Анта, нимта, антум, нимтум, назиру, назину, және әмәрна, умирна, мәрорна, мурирна, әмрорна. Құрметті көрермендер, құрметті шәкірттер, бүгінгі өткен дәрісіміз нун әрпі. Келесі дәрістерде кездескенше, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.